Майлы табақтың иллюзиясы. Неге диеталар көмектеспейді, ал холестерин өседі? Холестериннің төмендеуіне бір ғана нәрсені түсіну көмектеседі. Қан тамырларындағы бляшкалардың шамамен 80% майлы тағамнан емес, ағзаның өз ішінде түзіледі. Ал кейбір адамдар таңертең ашқарынға ішетін қарапайым бір сусын осы процесті баяулатуға көмектесуі мүмкін. Бірақ оны дұрыс түсіну керек. Көп адамға таныс жағдай. Таңертең зертханаға барып, ашқарынға қан тапсырасыз. Сәл уайымдайсыз. Кешке нәтижесі электронды поштаға келеді. Файлды ашып, көрсеткіштерге көз жүгіртесіз. Сол жерде холестерин немесе ЛПНП деген жолдың жанында қызыл цифрлар көрінеді. Сол сәтте ойға бірінші келетін сұрақ, бұл қайдан шықты? Себебі сіз тырысып жүрсіз. Мүмкін бір жылдан бері сары майды азайттыңыз. Майлы тағамды сирек жейсіз. Дүкеннен майлылығы төмен сүт аласыз. Таңертең суға пісірілген сұлы ботқасын жейсіз, себебі жүрекке пайдалы деп естідіңіз. Яғни сіз табақтағы маймен күресіп жүрсіз. Содан кейін дәрігерге барып, анализ нәтижесін көрсетесіз. Көп жағдайда мынадай кеңес естисіз. Майлы тағамды азайтыңыз. Жұмыртқаны сиретіңіз. Етті азайтыңыз. Сіз кабинеттен шыққанда түсінбей қаласыз. Өйткені сіз онсызда өте жеңіл тамақтанып жүрсіз. Міне, дәл осы жерде көп адам білмейтін маңызды мәселе басталады. Бүгін біз холестерин туралы басқаша сөйлесеміз. Күрделі ғылыми терминдерсіз. Тек ағзада шын мәнінде не болып жатқанын қарапайым тілмен түсінеміз. Сонымен қатар, көп айтылып жүрген таңертеңгі сусын туралы да айтамын. Бірақ бір маңызды шарт бар. Егер сіз тек рецепті жазып алып, таңертең ішіп жүрсеңіз, бірақ негізгі тамақтану қателігін өзгертпесеңіз, ол көмектеспеуі мүмкін. Сондықтан алдымен механизмді түсініп алу маңызды. Көп адамның басты қателігі тағамнан қорқу. Жылдар бойы бізге бір қарапайым түсінік айтылып келді. Майлы тағам жесеңіз, ол бірден қанға өтіп, тамыр қабырғасына жабысады. Бұл логикалық сияқты естіледі. Бірақ адам ағзасы ас үйдегі раковина сияқты қарапайым жүйе емес. Маған қабылдауға 50 жастан асқан ер адамдар, 60 жастан асқан әйелдер жиі келеді. Олардың әңгімесі өте ұқсас болады. Олар былай дейді: мен тек қарақұмық, тауықтың төс еті және көкөніс жеймін. Қаймақты ұмытқалы көп болды. Сонда да холестерин неге жоғары? Мұны холестерин парадоксы деп атайды. Мына санды есте сақтаңыз. 80%. Қандағы холестериннің шамамен 80%-ы сіз жеген тағамнан емес. Оны ағзаның өзі өндіреді. Ал тағамнан келетін бөлігі шамамен 20% ғана. Ағзаны үлкен зауыт деп елестетіңіз. Холестерин бұл зауыт үшін зиянды зат емес. Керісінше ол құрылыс материалы. Одан жасушалардың қабырғалары құралады. Одан гормондар түзіледі. Одан Д дәрумені пайда болады. Миға да холестерин қажет. Енді мына жағдайды елестетіңіз. Сіз тамырды қорғау үшін диетаны қатты шектейсіз және майларды толық дерлік алып тастайсыз. Сонда ағза не істейді? Ағза құрылыс жұмыстарын тоқтата алмайды. Жасушалар жаңарып тұруы керек. Гормондар қажет. Сондықтан ағза майдың жетіспеуін дабыл ретінде қабылдайды. Содан кейін бауырға белгі береді. Май жетіспейді. Холестеринді өзің көбірек өндіре баста. Нәтижесінде бауыр белсенді жұмыс істейді және холестерин өндірісі күшейеді. Сіз жеңіл тамақ жеп жүрсіз, бірақ бауыр қанға көбірек холестерин шығара бастайды. Анализ тапсырғанда көрсеткіш жоғары болады. Сіз тағы да диетаны қатайтып, майды одан әрі азайтасыз. Бауыр тағы да көп өндіреді. Осылайша тұйық шеңбер пайда болады. Бірақ бұл мәселенің тек жартысы ғана. Екінші жағы одан да қызық. Көп адам майды азайтқанда оның орнын көмірсулармен толтырады. Мысалы, ботқалар, жемістер, дәнді батончиктер бал. Енді холестерині жоғары адамның таңғы асын елестетейік. Таңертең бір стақан су ішеді. Бұл жақсы әдет. Сосын банан қосылған ботқа немесе кептірілген жемістермен ботқа жейді. Май аз, көмірсу көп. Сонда қанда не болады? Қанда глюкоза күрт өседі. Оған жауап ретінде ағза инсулин бөледі. Ал инсулин бауырдағы бір ферментті белсендіреді. Сол фермент холестерин өндірісін іске қосады. Яғни тәтті ботқа жеген кезде сіз байқамай бауырға холестерин өндіруге сигнал бересіз. Сондықтан тек бір сусын бәрін шешеді деп ойлау дұрыс емес. Алдымен осы механизмді түсіну керек. Ал енді маңызды сұраққа көшейік. Егер холестерин ағзаға қажет болса, онда неге ол кейде тамырларда жиналып қалады? Неге бір адамның холестерині жоғары болса да тамырлары жақсы болады, ал басқа адамның көрсеткіші төмен болса да мәселелер пайда болады? Жауап холестериннің мөлшерінде емес.
Оның қалай тасымалданатында. Холестерин қан ішінде өздігінен қозғала алмайды. Ол арнайы акус қабықшаларының ішінде тасымалданады. Мәселе холестериннің өзінде емес, оны тасымалдайтын жүйеде. Ал бұл жүйенің жұмысы көбіне бір маңызды органға байланысты. Сол орган қалай жұмыс істейді, оны қалай тексеруге болады, және таңертеңгі сусын осы процеске қалай әсер етеді. Келесі бөлімде соны қарастырамыз. Қате түсініктің анатомиясы. Холестерин жау емес, ол тамырды қорғауға қатысатын зат. Бір сәт логикаға жүгінейік. Егер холестериннің шамамен 80% біздің бауырда түзіліп жатса, онда табиғат адам ағзасына өзін-өзі бұзатын механизм орнатып қойған ба? Әрине жоқ. Холестериннің өзі зиянды зат емес. Ол бір ғана молекула. Айырмашылық оның қалай тасымалданатында. Қарапайым мысал елестетіңіз. Холестерин жолаушы, ал қан су ортасы. Ал май суға ерімейді. Сондықтан бауыр холестеринді арнайы акус қабықшаларына салып тасымалдайды. Бұл тасымалдаушылар липопротеиндер деп аталады. Екі негізгі түрі бар. Біріншісі тығыз әрі шағын тасымалдаушы. Оны ЛПНП деп атайды. Оның міндеті холестеринді бауырдан ағзаның әр түрлі тіндеріне жеткізу. Екіншісі ірі тасымалдаушы. Оны ЛПВП деп атайды. Оның міндеті артық холестеринді қайтадан бауырға жеткізу. Көп адам ЛПНП-ні жаман холестерин деп естиді. Бірақ шын мәнінде ол да ағзаға қажет. Холестеринді тағы бір мысалмен түсіндірейін. Оны құрылыс кезіндегі сылақ немесе цемент деп елестетіңіз. Қан тамырының ішкі қабырғасы тегіс болуы керек. Егер қабырға тегіс болса, холестерин ешқайда жабыспайды. Ол қанмен бірге еркін қозғалады. Ал қазіргі өмір салтында не болады? Қандағы қант жиі жоғарылайды. Стресс көп болады. Темекі түтіні мен экологиялық факторлар әсер етеді. Осындай жағдайларда тамыр қабырғасында өте ұсақ зақымдар пайда болуы мүмкін. Ағза мұны байқайды және қорғаныс механизмін іске қосады. Бауыр холестеринді сол жерге жөнелтеді. Ол зақымдалған бөлікті уақытша жабуға көмектеседі. Яғни холестерин кей жағдайда қорғаныс қызметін атқарады. Бірақ мәселе мүлде басқа жерде. Қанда қант пен инсулин ұзақ уақыт жоғары болған кезде холестеринді тасымалдайтын бөлшектердің құрылымы өзгереді. Олар ірі әрі жеңіл бөлшектердің орнына өте ұсақ әрі тығыз бөлшектерге айналады. Міне, дәл осы ұсақ бөлшектер тамыр қабырғасына оңай еніп кетеді. Сол жерде олар оттегімен әрекеттесіп өзгереді. Ағзаның қорғаныс жасушалары сол жерге жиналады. Уақыт өте келе осы процестердің нәтижесінде қатты бляшкалар пайда болуы мүмкін. Сондықтан мәселе тек холестериннің санында емес. Мәселе мына үш факторға байланысты болады. Тамыр қабырғасының жағдайы, қандағы қант деңгейі, қабыну процестері. Кейде анализде холестерин орташа болып көрінеді, бірақ ағзада басқа белгілер байқалады. Ағза кей жағдайларда өз мәселелері туралы сыртқы белгілер арқылы хабар береді. Сондықтан кейбір қарапайым белгілерге назар аудару маңызды. Келесі бөлімде дәл осы белгілер туралы сөйлесеміз. Кей адамдар оларды жай ғана жасқа байланысты өзгеріс деп ойлайды, бірақ кейде олар ағзаның сигналдары болуы мүмкін. Қазір өзіңізді тексеріп көруге болатын бірнеше белгіні қарастырамыз. Ағзаның жасырын сигналдары. Кейде ол өз жағдайы туралы алдын ала хабар береді. Кейбір адамдар анализ тапсырмай тұрып ақ ағзада өзгерістер болып жатқанын байқайды. Бірақ көбіне оған мән бермейді. Жай ғана жасқа байланысты өзгеріс деп ойлайды. Ал кейде бұл ағзаның кішкентай сигналдары болуы мүмкін. Бірінші белгі. Көздің айналасында немесе қабақтың жанында ұсақ сарғыш түйіндер пайда болуы мүмкін. Олар жұмсақ болады, ауырмайды, кейде кішкентай май дақтарына ұқсайды. Көп адам оларды жай ғана косметикалық мәселе деп қабылдайды. Бірақ кей жағдайда бұл ағзадағы май алмасуы өзгергенінің белгісі болуы мүмкін. Екінші белгі. Таңертең оянғанда ауызда ащы дәм сезілуі мүмкін. Кей адамдар мұны кешкі тамақпен байланыстырады. Бірақ кейде бұл бауыр мен өт жүйесінің жұмысына назар аудару керек екенін көрсететін белгі болуы мүмкін. Үшінші белгі. Кешке қарай аяқтың ауырлап кетуі немесе шаршау сезімі. Әрине, бұл әртүрлі себептермен болуы мүмкін. Бірақ кей адамдарда қан айналымы баяулаған кезде осындай сезім байқалады. Төртінші белгі. Шаршау. Кей адамдар таңертең ұйқыдан тұрғанымен өзін сергек сезінбейді. Энергиясы аз болады. Мұндай жағдайда ағзаның кей жүйелері тепе теңдікте жұмыс істемей жатқанын білдіруі мүмкін.
Бұл белгілердің әрқайсысы жеке қарастырғанда міндетті түрде бір мәселені білдіреді деп айту дұрыс емес. Бірақ оларды елемей кетпеу де маңызды. Ағза көбіне бізге алдын ала белгі береді. Енді көп адам сұрайтын сұраққа көшейік. Таңертең ішетін сусын туралы. Интернетте холестеринді бірден түсіретін таңғы сусын деген кеңестер жиі айтылады. Бірақ мұндай нәрселерге сақтықпен қарау керек. Өйткені бір ғана сусын барлық мәселені шешеді деу дұрыс емес. Дегенмен кейбір қарапайым әдеттер ағзаға қолдау көрсетуі мүмкін. Көп адам таңертең ашқарынға жылы су ішуді ұсынады. Бұл қарапайым әдет ас қорыту жүйесін жұмсақ түрде оятуға көмектесуі мүмкін. Кейбір адамдар жылы суға аз мөлшерде лимон шырынын қосады. Бұл сусын сергітеді, кей адамдарға ас қорыту процесінің басталуына көмектеседі. Тағы бір қарапайым нұсқа жылы суға аз ғана алма сірке суын қосу. Бірақ мұндай сусынды барлық адамға бірдей ұсынуға болмайды. Асқазан сезімтал адамдарға ол жарамауы мүмкін. Сондықтан ең маңыздысы бір ғана сусынға үміт артып қою емес. Ең үлкен өзгеріс күнделікті әдеттерден басталады. Мысалы, таңғы аста қант пен жылдам көмірсуларды азайту. Көбірек табиғи өнімдерге назар аудару. Күні бойы қозғалысты ұмытпау. Осындай қарапайым қадамдар ағзаның ішкі жүйелерінің тепе теңдігін сақтауға көмектесу мүмкін. Ал келесі бөлімде біз тағы бір маңызды нәрсені қарастырамыз. Көп адам мүлде байқамай жасайтын бір таңғы әдет бар. Кейде дәл сол әдет холестериннің жоғарылауына әсер етуі мүмкін. Таңертең жиі жасалатын бір қате әдет, көп адам таңертең бірдей сценариймен өмір сүреді. Ұйқыдан тұрады, ас үйге барады, шай немесе кофе дайындайды. Бір қарағанда бәрі қалыпты сияқты көрінеді. Бірақ дәл осы сәтте байқалмайтын бір қате әдет қайталануы мүмкін. Кей адамдар таңғы асты өте тәтті, немесе көмірсуы көп тағамдардан бастайды. Мысалы, тәтті ботқа, тәтті печенье, джем қосылған нан, немесе тәтті шай. Мұндай тағамдар бірден энергия бергендей әсер қалдырады. Бірақ ағзада басқа процесс жүреді. Қандағы қант тез көтеріледі. Соған жауап ретінде инсулин бөлінеді. Инсулиннің міндеті қантты жасушаларға жеткізу. Бірақ инсулин бауырдағы кейбір процесстерге де әсер етеді. Соның ішінде холестерин өндірісіне қатысатын жүйелерге сигнал береді. Сондықтан тәтті таңғы ас кей адамдарда холестерин өндірісін белсендіріп жіберуі мүмкін. Тағы бір кең тараған әдет таңғы асты өткізіп жіберу. Кей адамдар ашқарынға тек кофе ішемін дейді. Ал бірнеше сағаттан кейін қатты ашығып, кездейсоқ тағам жейді. Мұндай режим ағзаға тұрақты сигнал бермейді. Қандағы қант деңгейі бірде жоғары, бірде төмен болып тұрады. Уақыт өте келе бұл бауырдың жұмыс ырғағына да әсер етуі мүмкін. Сондықтан таңертеңгі уақыт ағза үшін өте маңызды кезең. Қарапайым әрі тыныш басталған таң бүкіл күннің ырғағына әсер етеді. Кей адамдар таңертең бір стақан жылы су ішеді. Бұл ағзаны жұмсақ оятуға көмектеседі. Сосын жеңіл, бірақ теңгерімді таңғы ас ішеді. Онда ақуыз, табиғи майлар және баяу көмірсулар болуы мүмкін. Мысалы, жұмыртқа, көкөніс, аз мөлшерде дәнді өнімдер. Мұндай таңғы ас қандағы қанттың күрт көтерілуіне жол бермейді. Ал ағза тұрақты режимде жұмыс істегенде, бауыр да өз қызметін тыныш атқарады. Кейде адамдар бір ғана керемет рецепт іздейді. Бірақ шын мәнінде үлкен өзгеріс ұсақ күнделікті әдеттерден басталады. Қарапайым таңертеңгі режим, қозғалыс, теңгерімді тамақ, осының бәрі ағзаға қолдау көрсетуі мүмкін. Ал келесі бөлімде біз тағы бір маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Кейбір адамдар холестерин туралы естігенде майдан толық бас тартуға тырысады. Бірақ ағза үшін барлық май бірдей емес. Қандай майлардан қорықпау керек, ал қайсын шектеу дұрыс, келесі бөлімде соны қарастырамыз. Барлық май бірдей емес. Ағзаға қандай майлар қажет? Көп адам холестерин туралы естігенде бірден барлық майдан бас тартуға тырысады. Майлы тағамдарды толық алып тастайды. Тек майсыз өнімдерге көшеді. Бірақ ағза үшін барлық май бірдей емес. Шын мәнінде табиғи майлардың белгілі бір бөлігі ағзаға қажет. Олар жасушалардың құрылымына қатысады, гормондардың түзілуіне көмектеседі және ұзақ уақыт тоқтық сезімін береді. Мысалы, табиғи өнімдердегі майлар, жұмыртқа сарысы, жаңғақтар, зәйтүн майы, авокадо сияқты тағамдарда кездеседі. Мұндай майлар ағзаға біртіндеп сіңеді және қандағы қанттың күрт көтерілуіне жол бермейді. Ал кейбір өнеркәсіптік өнімдерде мүлде басқа майлар болады. Қатты өңделген тағамдарда, ұзақ сақталатын тәттілерде
Маргарин немесе гидрогенизацияланған майлар қолданылуы мүмкін. Осындай өнімдерді жиі тұтыну ағзаға артық жүктеме түсіреді. Сондықтан мәселе майдың бар жоғында емес, оның қайдан алынғанында. Тағы бір маңызды нәрсе бар. Кей адамдар тек диетаға ғана назар аударады, бірақ қозғалысты ұмытып кетеді. Ал ағза қозғалысты өте жақсы көреді. Жаяу жүру, жеңіл гимнастика, күнделікті белсенділік осының бәрі қан айналымын қолдайды. Қан еркін қозғалғанда, ағзадағы көптеген жүйелер де үйлесімді жұмыс істейді. Кей адамдар тағы бір қарапайым нәрсені байқайды. Олар тамақты асықпай, тыныш жағдайда жегенде, ас қорыту да жеңіл өтеді. Бұл да ағза үшін маңызды фактор. Сондықтан холестерин туралы айтқанда, тек бір көрсеткішке немесе бір ғана тағамға назар аудару жеткіліксіз. Ағза бұл өзара байланысқан көптеген жүйелерден тұратын күрделі құрылым. Тамақтану, қозғалыс, ұйқы, күйзеліс деңгейі бәрі бірге әсер етеді. Егер осы факторлардың бірнешеуіне бір уақытта назар аударылса, ағза біртіндеп тепе-теңдікке келе бастайды. Ең маңыздысы күрт өзгерістер жасамау. Кішкентай, бірақ тұрақты қадамдар әлдеқайда тиімді болады. Кейде адамдар тек бір анализ нәтижесіне қарап қатты алаңдайды. Бірақ көрсеткіштерді уақыт өте келе, жалпы жағдаймен бірге қарау әлдеқайда дұрыс. Ағза өз жағдайы туралы әрдайым сигнал беріп отырады. Сол сигналдарды тыңдап, өмір салтын біртіндеп түзету ең сенімді жолдардың бірі. Осымен бүгінгі әңгімемізді аяқтаймыз. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, оны өз жақындарыңызбен бөлісуге болады. Кейде қарапайым білім адамның өмір салтына жақсы өзгеріс әкелуі мүмкін. Ең бастысы ағзаға мұқият қарау, оған демалыс пен дұрыс тамақтану беру. Сонда көптеген жүйелер өз ырғағымен жұмыс істей бастайды. Қарапайым әдеттер ағзаның тепе-теңдігін сақтауға көмектесетін күнделікті қадамдар. Көп адам холестерин туралы естігенде бір ғана шешім іздейді. Бір сусын, бір ерекше өнім немесе бір жылдам әдіс бәрін өзгертеді деп ойлайды. Бірақ ағза бір ғана факторға тәуелді емес. Кейде ең үлкен өзгерістер күнделікті ұсақ әдеттерден басталады. Бірінші әдет – су ішу. Таңертең оянғаннан кейін бір стақан жылы су ішу ас қорыту жүйесінің жұмысын жұмсақ түрде бастауға көмектесуі мүмкін. Бұл қарапайым әрекет ағзаға түнгі тыныштықтан кейін біртіндеп оянуға мүмкіндік береді. Екінші әдет – асықпай тамақтану. Кей адамдар таңғы асты өте жылдам ішеді, бірақ асықпай тамақты жақсылап шайнау ас қорыту жүйесіне жеңілдік береді. Асқазан мен ішек өз жұмысын тыныш режимде атқарады. Үшінші әдет – қозғалыс. Ұзақ уақыт бойы қозғалыссыз отыру қан айналымына әсер етуі мүмкін. Сондықтан күн ішінде аз болса да қозғалу пайдалы. Жеңіл серуен, баспалдақпен көтерілу, үй ішінде қозғалу, мұның бәрі ағзаға пайдалы сигнал береді. Төртінші әдет – ұйқы. Кей адамдар бұл факторға мән бермейді. Бірақ тұрақты және жеткілікті ұйқы ағзаның көптеген жүйелері үшін маңызды. Ұйқы кезінде ағза қалпына келеді, гормондық жүйе теңгерімге келеді. Бесінші әдет – күйзелісті басқару. Қазіргі өмірде күйзеліс жиі кездеседі. Ұзақ уақыт бойы жиналған стресс ағзаның түрлі жүйелеріне әсер етуі мүмкін. Сондықтан күн ішінде тыныштық сәттерін табу маңызды. Терең тыныс алу, қысқа серуен немесе жай ғана тыныш отыру, осындай қарапайым әрекеттерде көмектесуі мүмкін. Мұның бәрі қарапайым болып көрінеді. Бірақ дәл осы әдеттер ұзақ уақыт ішінде үлкен нәтиже береді. Ең бастысы ағзаны тыңдау. Кейде ол шаршауды, кейде аштықты, кейде демалысты қажет ететінін білдіреді. Сол сигналдарды байқап, өмір салтын біртіндеп реттеу, ағзаға қолдау көрсетудің ең дұрыс жолдарының бірі. Егер бүгін айтылған нәрселердің кем дегенде біреуін өміріңізге енгізсеңіз, бұл жақсы бастама болуы мүмкін. Ағза күрделі жүйе болғанымен, оған кейде өте қарапайым нәрселер қажет. Қозғалыс, тыныштық, теңгерімді тамақ және жеткілікті ұйқы. Осындай қарапайым негіздер сақталғанда, ағза да өз жұмысын үйлесімді атқара бастайды.